Бақытты болу үш қағиданы орындау. Ата бабамыздан келе жатқан. Өзін жарын тұрмысқа шыққанда ертеңнен бастап атын атамау керек. Мырзам деу керек. Отағасы, арыстаным, сұлтаным деп айтса, жігіттің басында киесі кетпейді. Атын атаса киесі кетеді. Үйден шығып бара жатқан күйеуіне қайда барасың деп үйтуге сұрамау керек. Кесір жолын кеседі жігіттің. Жолы болмайды. Қайта мырзам жолыңыз болсын, ісіңіз оңды болсын деп артынан әмин деп жіберу керек, үндемей. Үйге келгенде қайдан келдің деп бетінен алмау керек. Ырыс пен береке, еркектің артында келе жатқан ырыс береке үйге кірмейсіз, сыртта қалып қояды. Мырзам аман есен келдіңіз ба? Сіз оңды болды ма деп қарсы алып, тамағын, шайын беру керек. Өстіп жүрген әйел бақытты болады, бақытты жар болады, бақытты ана болады. Әрі күйеуі бақытты болады. Өйткені Алла тағала айтқан әйелдің мынау орындалатын бәріне тілінде әйелге сонда қасиет берген. Үйден еркекті менің сұлтаным, сен миллионер боласың, сен бай боласың, мықты боласың деп сөйтіп шығарыстаса, қоғам сөйтіп қабылдайды екен оны. Мына келе жатыр, мына болашақ миллионер, мына сұлтан келе жатыр деп. Егер де қолынан дым келмейді, сүмелек, сенің қолынан дым келмейді деп айтты ма, қоғам сөйтіп қабылдайды екен. Мына келе жатыр, мына сүмелек. Сол үшін әйелдің тілінде сонда қасиеті бар, Алла берген сонда қасиет. Сол үшін абайлау керек әйел. Сөйлер алдында жарына ойланып сөйлеу керек. Міне осы жүрген әйел осыны үш қағиданы ұстап жүрсе бақытты болады. Басқа еш нәрсе қиыншылығы жоқ. Алла да қолдайды ол әйелді, ол әйелдің несін қабылдай береді тілегін. Сөйтіп жүрген әйелдің ұлы да сөйтіп өседі. Қызы да жақсы болады. Bunu olsun aytayın dedim.